Сәлем балалар, бүгінгі сабақта барлықтарын көргеніме қуаныштымын, және біз сендермен балалар бүгін тесттер талдайтын боламыз. Бұл жерде көп сұрақтарымыз бізде ОПТ-дан келген сұрақтар, сол себепті бұл слив деп айтамын, сол сливтен келген сұрақтар. Мына жерде сол кішігірім сливтарды талдап, сендерге пайдамыз тисін. Бірінші сұрақ, Шаяхметовтың республикалық партия ұйымының басқарған жылдары. Балар, біз бұл жерде Шаяхметов дегеніміз ол Қазақстанның бірінші хатшысы КОКП-ның, және оның басқарған жылдары 49-54 жылдар еді. Балар, бұл жерде мен жауаптарын алдын ала белгілеп қойдым, сендер мұқият қарап, сендер сразу мәліметті қабылдауларың. Сол себепті бұл осындай. Енді 49-54 жылы Шаяхметов балар өте біріншіден ол қазақ, ол уже жаман емес, қазақ басқарса, ол әрине Қазақстанға өте үлкен пайдасын алып келген. Және 54 жылы тың игеру саясаты басталады, және сол тың игеру саясатына қарсы шыққан қол басшы балар, ол осы Шаяхметов болады. Және ол қарсы шыққандығына оны билік басына алып тастайды. Неге қарсы шығады? Ол айтады. Тың игеру саясатының жалпы мақсаты Қазақстанның бүкіл практически мал бағатын жеріне балар, солтүстігіне 6 облысына ол тың отырғызып тастау. То есть тың дегеніміз ол дәнділерді отырғызып тастау, және соның нәтижесінде мал бағатын жер қалмайтын еді. Ол айтады, болмайды ондай. Қазақтар мал бағады, біз ондайға қарсымыз дегенмен, бірақ кейін Шаяхметовты алып тастайды, оның орнына Пономаренконы қоятын еді. Келесі, ежелгі үнді иран тілінде ратайштар деп аталғандар, балар ол жауынгерлер, сақтардың жауынгерлер. Естерінде болса, сақтардың нелері 3 бөліктен тұратын, жауынгерлер, абыздар және қарапайым адамдар, болса егіншілер, малшылар, және балар жауынгерлер ратайштар деп атайтын еді. Ратайш дегеніміз осы арба үстінде тұратындар деп атайтын еді, және оны жауынгерлер. Жауынгерлер балар қызыл киім киетін еді, абыздар ақ, аналар көк пен сары. Келесі, Ресей, Қазақстан және Беларусь арасында кедендік үштік одақ құрылып, өз жұмысын бастады. 2010 жылы 1 қаңтар күннен бастаған. Және сендерден сұрайды, кедендік одаққа кім кіреді дейді? Ресей, Қазақстан және Беларусь кіреді. Осы 3 ел кіретін болады. 2010 жылы ол жұмысын бастайды. Томирис пен Кир шайқасы туралы жазған Рим тарихшысы. Балар, ол да сақ тақырыбына жатады, және бұл жерде Помпей Трок болады жауабы. Балар, Помпей Трок дегеніміз ол осы тарихшы, және ол Томиристі былай сипаттайды. Ол әйелдер сияқты қорққан жоқ, ол батыр болды, Кирға қарсы соғысты деген сияқты Помпей Троктың осындай жазып қалдырған деректер бар. 19 ғасырдың бірінші жартысында Каспий теңізінің жағалауын зерттеген ғалым. Балар, бұл жерде бізде жауабы Карелин болады. Бутаков арал теңізінің жағалауы болады, және бұл зерттеушілерді біз сендермен білуіміз керек. Михайлис Тарбағатайды зерттейді, Палас пен Мейер, олар балар осы Қазақстан жерін зерттеп, мәдениетін зерттеп, сол еңбектер қалдырады. Ғұн мемлекетіндегі ру саны. Ғұн мемлекетінде балар 24 ру болады, және оларды басқарған төмен басы болады. Төмен басы тағы да 10 000 әскерді басқарушылар болады. Ғұн мемлекетінің басқару лауазымы Шаньюй болатын еді. Жерлеу орнында әйел адам алтын жапсырмалармен әшекейленген, көйлекпен жерленген қорым балар. Бұл жерде Лебедевка болады. Лебедевка дегеніміз ол бізде Сарматтарға, то есть Батыс Қазақстанға жатады. Берелшілікті, Бесшатыр, Есік дегеніміз ол Сақтарға жатады. Берелшілікті Шығыс Қазақстан, Бесшатыр, Есік Жетісуда орналасқан еді. Орынбор генерал-губернаторлығының құрамына кірген облыстар, ол Орал және Торғай облыстары. Естерінде бұл 1867-68 жылдарға реформаларға сәйкес балар, бұл жерде 3 генерал-губернаторлық құрады: Орынбор, Түркістан, Батыс Сібір. Және Орынборына Орал, Торғай кіреді. Ақмола, Семей дегеніміз ол бізде Батыс Сібір генерал-губернаторына, Жетісу, Сырдария ол балар бізде Түркістан генерал-губернаторлығына жатады. Неолиттік сексеуіл тұрағы орналасқан аймақ балар, ол Қызылорда облысында орналасты, және ол жерде сексеуілде бізде көптеген жылқылардың, қойлардың қалдықтары табылған еді. Қабырғалары терең көмілген, көлемі 40-60 шаршы метр болатын мезолиттік баспана табылған өзен аңғары. Мезолитте балар ол Есіл өзенінде табылған, Есіл дегеніміз Астанадан өтетін өзен, және ол жерде балар осы мезолит дәуірінде, то есть орта тас дәуірінде осындай қорым табылған. Алғашқы қазақ суретшісі, кейіннен Қазақстанның халық суретшісі
атағын ие болған тұлға балар. Бұл жерде Қастеев болады дұрыс жауабы. Тағы да суретші балар Хлудов және Қастеев Хлудовтан үйренген болады. Бірақ Хлудов әрине ол қазақ емес, иә. Хан Кенесары Қасымұлы туралы тарихи шындықты жазған жазушы. Ол бізде балар Есенберлин, болмаса Бекмаханов болуы мүмкін. Есенберлин балар ол өзінің Хан Кене деген еңбегінде трилогиясы на самом деле ол сол жерде Кенесарыны сипаттайды. Тағы да бір ерекшелік балар Бекмаханов, ол тарихшы, бірақ ол 50-ші жылдары, 40-50-ші жылдары жазады, және оны 25 жылға түрмеге отырғызады. Себебі ол дұрыс баға береді. Кенесары Қасымұлының көтерілісі дұрыс болған деген неседі. Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндердің 4-ші съезі өткен мерзім балар, ол 2012 жылға, және бұл жерде дәстүрлі съезді 2012 жылға қалыптасқан. Естерінде болса, бұл жерде Астана қаласында пирамидада бүкіл діндердің өкілдері жиналып, сол жерде өздерінің мәселелерін талдайтын болады. Бүкіл Евразия даласындағы ең алғашқы жылқы өсірушілер балар, ол бізде Ботай мәдениеті. Ботай дегеніміз балар, ол бізде энеолит, мыс тас дәуіріне жататын болады. Ботайда балар ол солтүстік Қазақстанда 158 үй табылған, және ол жерде ең алғашқы қолға үйретілген жылқылардың қалдықтары табылған. Шоқан Уәлихановтың туған жері, Шоқан Уәлиханов балар бізде 1835-1865 жылдары өмір сүрген, және 1835 жылы Құсмұрын деген бекіністе дүниеге келген. Осымен біздің тест талдауымыз аяқталды. Сендерге қызықты, пайдалы мәліметтер алған шығарсыңдар деген ойдамыз. Келесі кездескенше балар, аман сау болыңдар.